кісіге кешіріңіз деп шығарып салып отыра алмаймыз. Жоқ, Баласахан негізі әзілдеп атқан ғой. Алдында да балапан деп айттым ғой. Сондай бір әзіл ғой негізі. Әрине біз сіздердің қосылғандарыңызды қалаймыз, бірақ үміткер күтемін деп екеуіңіз де айтқаннан кейін дайын болыңыздар. Күтемін. До конца күтемін. До талого. Пока смеларно. Жақсы, Нұржан. Ой, фырмай деймін да, кәдімгі шынымен әртіс екен Дәулетке мына жерде дірілдеп бүйтіп қобалжып отқанға мен ойладым. Маған айтқан ғой бұл. Нұржан, інім эфирде жылама, ят болады, бұл сыртқа шығып кетіп жылап отқан шығар деп ойладым. Мен мұнша келіп от, риза болдым. Андай сөз бар ғой, өз мақсатыңа жетпейінше досыңмен дұшпаныңа сыр білдірме деген. Керемет, риза болдым саған, Дәулет. Нұржан, ана қолыңдағы не сенің? Татуировка салып ба? Мен байқап қаппын. Ортада Дәулет отыр, не қыласың оны? Просто байқап қалдым да, ондай жоқ еді ғой негізі. Я Баласахан тақырыптан ауытқымай қояйық. Енді былай болды. Жансая кәдімгідей екеуміз күшті сөйлесеміз де енді. Сахна тілі деп ойнаймыз бір-бірімізді. Сөйтіп бір ойнап қалған кезде Жансая бір көңілсіз отырып қалды да. Сөйтіп Жансая мен сені түсінемін ғой, айтса чотам деймін ғой. Сөйтіп қалай болып жатыр, не болып жатыр, Дәулетті әлі ұнататын сияқтысың ба деймін. Сөйтіп білмеймін дейді. Бұл жайды ше десем жоқ дейді да кәдімгідей. Сөйтіп бірақ сосын мен пасыл түсіндім да примерно. Сосын Дәулет, значит Дәулетті қолап көрейін дедім да. Сөйтіп Дәулет жақсы көресің ба негізі, былай келетін сияқтысыңдар бір-бірлеріңе десем. Сөйтсем айтады, ну мен білмеймін, еш нәрсе айта алмаймын дейді. И резко болады ғой адамның настроениесі, сразу түсіп кетеді, эмоция алдамайды ғой адамды. И сразу түсіп кетеді. Мен алдында бір ортада осы екі таныстықтағы адамдар отырған кезде айтқам, бір-бірінің сөзсіз түсінетін, бір-бірін іс-қимылмен ақ түсінетін жұптардың бірі осылар болады деп. Мен айтқам, дәл келіп атқан сияқты, екеуің бір-біріңе қатты жарасасыңдар. Сол үшін андай қылмай қойыңдаршы, қатысушылар, типа, бұлардың қатты ойнатады екен, анау-мынау. Бұлардың мамандықтары сол енді, не істейміз енді. Болды, бақытты болсын, әдемі бір-бірінің тілін түсінеді, сондай әдемі жұп болды. Енді ойнату деген кезде кішкене пранк істеп барып, бір көңілін тапсам ба деген. Енді ол ойым дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма білмеймін енді. Бір жағынан енді қызық болған сияқты Жансая, е? Өзіме өтті ғой. Сізге ұнады. Ең бастысы Жансаяға ұнады. Жаңа Елдар сөз сұрап едіңіз. Баласахан, мен жаңа Ринат настроениесі болмай отыр ғой, түсіп негізі Ринат маған айтып қалып еді бір ретте. Ортада ол кезде балалар да болды, қашан гүл сыйласам болады екен, гүл сыйласам қалай кетеді екен дегенде. Енді мен ойлаймын, мына Дәулет гүлмен шыққаннан кейін енді неге мен емес деген ойда қалып қалды деп ойлаймын енді. Енді осындай әңгімелер негізі. Ол қашан болған әңгіме? Енді қалай айтсам, жақын арада осы. Ол әңгіме былай болған, Баласахан Өз айта кетсе. алдында Дәулет пен Жансая несек кетті ғой, екі жаққа кеттіңдер ғой. Бірақ ол жерде мен сөз салам деген андай ой ештеңе болған жоқ. Просто Жансаяның настроениесі жоқ, не сыйласам болады екен, бір көңілін көтеру үшін дедім. Ол жерде сөз салам деген ондай әңгіме болған жоқ. Просто чисто дос ретінде көңілін көтеру үшін не сыйласам болады деген әңгіме қозғалды. Шынымен Баласахан обал не? Мен ойладым, бір артық әңгіме айтама маған деген сияқты. Жоқ, ондай болмады. Просто келіп, неге көңіл күйін жоқ деп, күніге былай шоколадымен келеді деген сияқты. Бірақ ешқандай ана бір қызға қарағандай бейт ондай ішіне артық әңгіме ондай болған жоқ. Енді бір жерде жүргеннен кейін бәріміз бір-бірімізге кішкене болсын қамқорлығымыз бар ғой енді. Енді кейде бір ортаға екі жұп отырған кезде бір артық сөздер айтпауға тырысайықшы. Баласағандағы айтып кетейінші. Енді өтініш қатысушылар үштікке тықпай қойса. Бәрінен сұратым сол. Үштікке тықпай қойдыңдар. Жақсы, үміткерімді күтем дедіңіз. Дәулет қадам жасадыңыз. Сіздер де таныстық қайтадан жалғасады. Солай ғой. Ризасыздар, жайғасыңыздар. Тағы да бір мүмкіндік бергеніңе рахмет. Үмітіңді ақтаймын. Қашық.
үшін қуаныштымын. Қайырлы таң, құрметті достар. Бүгін аптаның алғашқы күні. Баршаларыңызға сәттілік. Күліп жүріңіздер. Мына гүлдер таңертең сағат 9-да алып едім. Сағат 4-ке дейін 5-ке дейін шыдамай уж ашылып жатыр. Бізде мына красавица қызбен болды ғой. Екеуміз де қайттан таныстық бастады. Кешкі ас ішіп отырық, ас басын. Алматы бүгін жаңбырлы болып тұр ғой. Әдемі болып тұр. Нағыз свиданияда отыратын кез болып тұр ғой, шай ішіп. Безнадежно, верю в то, что невозможно.